Қырып қойып кетейінші. Балаларымыздың жалқаулығы. Ал енді тема ауырлау болды бүгін. Балалардың жалқаулығы. Балаларды жалқаулықтан қалай құтылтамыз, қалай жалқаулықтан өзіміз құтыламыз? Жалқаулық деген не? Жалқаулық деген бір қазіргі заманның бичі. Осыдан қалай құтыламыз, балаларымызды қалай жалқау қылмаймыз, қалай сабақ оқитын бала қыламыз, қалай еңбекқор бала қыламыз, қалай баламызды жақсы адам қыламыз деген үлкен басымызда бір ой тұр бәрімізде. Соны қалай адам қыламыз деген сол. Осы төңірегінде жаңа айттым, сөз кететін болады. Бұл өзі ауру саналады. Араб тілінде жалқаулықты кәсәл деп айтады. Қазақта кесел деген сөз осы ауру, аурудың ішіндегі жалқаулық ол бір кесел болып табылады. Бұл адамның табиғатынан бар. Іште қазақ айтпақшы, ұлы сөздің ұяты жоқ, жатырынан, ананың құрсағынан, түбінен, тамырынан, тегінен адамда қалыптасқан дүние. Соны қалай емдейміз, қалай шығарамыз, әркімдікі әрі қалай, біреудікі ол қасқыр сияқты. Әр адамның ішінде екі қасқыр болады. Біреуі шайтани қасқыр, біреуі адамның нәпсісі деп түсініңіздер. Қайсысына сен ризық бере бересің, қайсысын тамақтандыра бересің, сол семіре береді. Яғни бұл жалқаулық деген нәрсе бір қасқыр деп елестеңіздер. Адам өзі сол қасқырды емдемесе, тура жолға салмаса, қасқыры семіріп, ең соңында өзіңді жеп қояды. Бір күні бір адам, бір қыз бала жылан тауып алған екен, кішкентай жыланды. Сол жыланды бағып жүрсе, ол үлкен анаконда жылан болады. Содан кейін біраз уақытта анаконда жылан ауырып қалады. Ана жылан сондай үйренеді, бірге жатады, бірге тұрады, екеуі сондай жақсы дос болады. Содан бір күні жылан ауырады, ән ауырады, мін ауырады, бұл жаңағы неге апарады, докторға апарады, доктордың емшісіне алып барады, поликлиникаға алып барады, ветеринарный. В общем, емдей алмайсың. Ең мықты емшіге алып барса, жыландармен айналсын. Сол айтыпты. Қанша күн болды тамақ ішпейді десе, 15 күн болды. Түнде семен ұйықтай ма десе, иә, бұл сені жақында жұтады, дайындала бер деген екен. Соны сені жұту үшін өзі аш болып, сені түнде жұтуға дайындалып жатыр деген екен. Сол ішіміздегі жалқаулық, сол жылан бар. Сол бір күні бізді жұтады, содан кейін бар бүкіл намазы оразаңда қалады, ең соңында намаз оқығың келмей қалады, басыңдағы орамалыңды шешесің, сақалыңды қырып тастайсың, харам түскен жерге барасың, бір күні намазды бірде оқып, бірде оқымайсың, содан кейін бар сол шайтан соған жеткенде ең жаманы Құран оқуды қоясың, содан кейін ең соңында тілің калимаға келмей бұл дүниеден өліп кетесің. Сондықтан сол жалқаулықты емдеуіміз керек. Бұл жалқаулық деген өте ауыр нәрсе. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху дұға қылған. Анас ибн Малик риуаят етеді бұл хадисті. Пайғамбарымыз саллаллаху дұға қылды дейді. Аллахумма инни аузу бика. Ей Раббым Алла, мен сенен жәрдем сұраймын. Пайғамбар болып тұрып, дұға қылып тұрып, мен сенен жәрдем сұраймын деді. Не нәрседен жәрдем сұраймын? Минал аджзи вал касали вал бухли вал жубни вал харами. Барша харамнан, жаманшылықтан, сараңдықпен, қорқақ болудан, одан кейін барып әлсіздікпен, әлсіздікпен уәл кәсәли, жалқаулықтан мен сенен жәрдем сұраймын деп пайғамбар саллаллаху алейхи дұға қылды. Демек, бұл үлкен кесе, бұл кеселден біз жәрдем сұраймыз. Жалқаулықты сындыратын нәрселерді қысқа уақыт тығыз болып тұр, қысқартып айта берейін. Жалқаулықты ең біріншісі адамның денесіндегі жалқаулық болатын болса, бұл денедегі жалқаулық емес, бұл мына жердегі жалқаулық болады. Мына жердегі жалқаулық мынаған әсер береді. Сондықтан адамның миының жалқаулықтан алып шықсақ, онда денесін жалқаулықтан алып шығатын боламыз. Адам қанша қорқса да, қанша Алладан ұялса да, сол қорқу, ұялу, имену, иманның күштілігі адамның жалқаулықты жеңетін дүние. Демек, адамда бүгінгі таңда дұға қыламыз, екінші жалқаулықтың емі намаз болады. Дұға менен намаз болады. Намазға қаншалық бекем болсаң, соғұрлым сенен жалқаулық кете береді. Өйткені намаз сізді тәртіпке үйретеді. Тәртіпке не ұстауға үйретеді. Распорядок на дейді орысша, яғни бір күнтізбеге үйретеді. Белгілі бір қағидаға, белгілі бір заңдылыққа, белгілі бір тәртіпке үйретеді. Оған сол тәртіпті бұзбайсың сен. Құдайдан қорқасың. Құдайдан. Міне осы өзіңді намазға үйретіп алсаң, онда жеңетін боласыз. Балаңызды да жалқаулықтан жеңу үшін намазға үйретесіз, сіздің жалқаулықты жеңетін болады. Бекерден бекер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалқаулықтан пана сұрамаған. Өйткені дененің жалқаулығы ми жалқаулығына, ми жалқаулығы дененің жалқаулығына алып келеді. Жалқаулық кедейлікке алып келеді.